Bizden tağına bir kızlarımızdan kerimede өлігін әні сіздер құрметтеріңізге қарсы алыңыздар, қабыл алыңыздар. Қосақ құдай болған біздің әдемі қыздарымыздың әдемі әніне кезек берем. Biye tağdan basında
кесе керемет біздің жаңалықтарымыз бар. Әлі де сіздерге деген тосын сыйларымыз өте көп. Сол себепті кішкене жайғасып жайланып отырып алсаңыздар. Және бір осы кеште ескертіп айтып қоятын, бүгін 40 жылдық кездесу болса, осыдан кейін енді 45 жыл деп жатсыздар, не болмаса 50 жылдық кездесуде арнайы осындай біздің керемет сандықшамыз бар. Сандықшаға әрбір жанның бір тілегі жазылып салынса, сол кеште осыны оқимыз деген ниетіміз бар. Соны ескертіп айтып қояйын. Біздің осы жерде тұрар, әрқайсымыз 50 жылдық алла қаласа. Осыған әрқайсымыз өзіміздің тәтті тілектерімізді жазатын болсақ, барлығы дайын. Соған өз тілектеріңізді жолдауға болады. Қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Енді бүгін кеш болғаннан кейін жаңа айтқандарға амазға ойнап көрейік. Сый-сияпаттарымыз бар, қымбат сыйлықтар алған. Сол себепті бір көтеріліп көңіл-күй болсын. Арасында бір қысқа шағын ешкімді қатты бір билеті ойнатпай қояйық. Бірақ іштеріңізде ең активный, әзірге жақын, сондай бір ерекше жігіттерден 3 жігіт бар ма? Марат қайда? Инструментімен болса. Амыржан. Және үшінші өте бір активный бар ма осы? Мәкең сияқты. Әміржан, жан бұл кісіде сондай ғой. Әміржан аға. Әміржан ағамыз ортаға шақырайық. Қол соғып қошеметтеріңіз ең активный біздің ер азаматтар. Және қыз-келіншектердің арасынан 3 қыз керек. Келіңіз. Біріншісі, екіншісі. Активный. Активный ма? Бір кәдімгідей веселый. Келіншектердің арасынан да болады. Кім бар? Необычный такой. Бір импровизациясы жақсы. Сырма келіңіз. Зоядан. И в моих мечтах, и в моих стихах только ты. Және активный. Кім? Гүлсара дейді, Гүлна дейді, қайсысы мықты? Сіз шығасыздар, қол қағылды. Шабала қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Жоқ, бізде 3-ке 3 болады. 3-ке 3. Жайғаса беріңіз. Сіз қала бересіз ба? Қала бересіз ба? Бір-бірден жұп болып тұрып алайық. Жұп болып тұрып алайық. Қайсысымызда? Анатып отыр? Сізге мен айтамын. Әдемі. Бұл жерде уайымдамаңыздар. Ешқандай бір-біріңізбен билетіп, ондай нәрсе жоқ. Ойының шартын түсіндіріп өтейін. Бұл тапқырлық деп аталады. Және осында отырған әрбір қайсыңыздың көңіл-күйлеріңізді қай жұп ерекше көтерді, сіздер бағасын беретін боласыздар. Бұл кісілер әр елден келіп жатқан біздің қонақтар. Бұл кісілер осы кешке әдемі бір тілек жолдайтын болады. Яғни алғаш сіз болатын болсаңыз, ортада сол мен айтқан елдің атынан сол тілде импровизациямен, ол не обязательно тура сол халықтың әдебиетімен айту, өзіңіздің фантазияңызбен тілек айтасыз, және соны қасыңыздағы партнеріңіз халыққа аударып береді. Яғни, былайша айтқанда осы кешке тілек болады. Алғаш бізде Монғолия елі. Қошеметтеріңіз. Ортаға келіңіз. Келіңіз. Сіз жанына тұрыңыз, аудармашысыз. Сіз не айтқанын аударып бересіз. Алғашқы тілегіңіз. Монғолша. Монғолша білмеймін деген. Жоқ, ұра берсеңші импровизация. Барынша қызықты болу керек. Әшейін ұра бер. Қалай түсінесіз монғол деген? Мына кісі соны аударып береді. Қолыңыз. Жо, ай. Қошеметтеріңіз. Шабал. Давай. Сайдолда компания инфрасион. Не деді? Құрметті достарым,
Anglicha bildir. Ağızca. Mektekte katılmağa bağlısın. İbrahim'e sorabilirsin işte. Mayonez, hamburger. Şimdi tek sefer yapacağız. Abi sen bana bir umut I love you, my love you. Söylemez. Gel давайте. Haydi ver güzel. Solda gibi. Давайте. Ağzın kızgınır. Ağızca size bir mak gelinizdir. Ağızca aytat bugün. My name is Marat. I love you, Martin. Ne dedi? Mening atim Marat, men makinani yaxshi ko'raman. Tilek aytınız. Ya olsun. Oraya bir çıkarsın sen. I'm Sipus Abdo Shipin City. Terminal Shastan. Restaurant Memanata. Gülvadım. Please. 55 please. Yes. 40 son. Ulan geliye bakalım. My friend. Bu şurada 3-4 tane böyle I love you, my friend. My friend 1. My friend 2. Daha buraya vakit da üstünde. Zorlayı da. Давайте, bunun avdarmasını bileyim. Ne deydi? Aytadi, o'sha yerda o'sha Dinamon shassisida Milanakada qirg'izlik to'ylanadi. Onun içinde men jek ko'radigan odamlarga soladi, atasini deb Tamaşa! Angliya kadar yolda! Tamaşa! Yendi. Kerizdir. Asman astı yedi. Kıtay'dan gelген olaklar. Kıtayşa. Переводчик ol. Orsanışça. Ağzına yiyordu. O da yoksa hiç kim bile var. Kıtayşa. Импровизация. Гитлер kapıttı pastayı. Şişi. Ne dedi? Salamatсыздар, salamatсыз. Şişi деген саламатсыз var mı? Давайте, келіңіз. Тағы бір тілек айтыңыз. Шау бейік хатыю, яуыю. Ne deydi? Bizim Başşay'da da sizlerге 40 жылдық өте көрікті, жақсы өтіп жатыр. Керемет дейді. Вай, сөйтіп айтқан ұнау точно? Тағы да. Ни хау. Шынымен қытайша білетін адам болса, тілегін ойланып жатқан ше бұл кісінің. Тамаша, ни хау не деді? Менің айтайын деген, бұлардың бәріне ұзақ өмір тілеймін. Менің киімдерімді киіп жүр екен дейді. Осындай нәрсе айттыңыз ба? Ни хаудың ішіне бәрі кіріп көрді ма? Тамаша, болса қоша өтіп қояйын, дауысқа салайық. Кімдікі? Әдемі шықты, сіздер айқайлап шулап білдіретін боласыздар. Алғашқы болып өнер көрсеткен бізде Сәкен ағамыз Монголия! Монголша онша болмау ма деп ойлайсың? Және Англия! Ойбай, мына негізі тырық адамдар істейтін еді ғой. Мен көрген кезде тырық адам істейді мұны. Так, соңғы өнер көрсеткен Қытай! Қателеспесем, ең көңілді болған және бас жүлденің иегерлері ол Англия! Жарым, сіз бүйтіп атқан адамға домбыра берейін деп отырмын, дұрыс істейін деп отырмын ба? Тамаша, бас жүлде иегерлері, қол соғып қошеметтеріңіз, домбыра!
Енді бұмен тосын сыйымыз әлі тоқтаған жоқ. Біздің арнайы дайындалған алғыс хаттарымыз бар. Ерекше бұл қызық алғыс хат деп аталады. Яғни қызық алғыс хатымызды ерекше табыстайтын боламыз. Маған көмекке осында өтірікке келесіз. Өтірден беріп тұрсаңыз, мен оқимын. Сол алғыс хаттың егесін сіздер табуларыңыз керексіздер. Алғашқы алғыс хат. Ақ жүрек жан номинациясы бойынша мейірім мен ақылы ортамызға қуаныш пен шуақ сыйлаған үшін марапатталады. Ол кім? Ақ жүрек жан номинациясы бойынша мейірім мен ақылы ортамызға қуаныш пен шуақ сыйлаған үшін. Кім? Мөлдір ақ жүрек жан емес екен. Біз оны біліп қойдық. Кім? Сәкен. Кім? Вообще мұны точно ақ жүрек жан бұл өзі. Ана елде басқа есім тұр. Кім біледі? Күнсұлу? Жоқ, Күнсұлу ол тас жүрек жан болды. Ақ жүрек жан номинациясы бойынша басқа жан марапатталып отыр. Кім ол? Кім? Мәкен? Жоқ. Таппадыңыздар ма? Өзім айтайын. Гүлсара ханым! Қошемет! Гүлбаба кешкенбе! Шапалақ болса қошеметтеріңіз, Гүлсара ханым. Өзінің қандай екенін өзі білмейді екен әлі. Сіз ақ жүрек болып шықтыңыз. Енді алғысқа топтың күні алтын жеңге дейді. Номинациясы бойынша сыныптастар ортасында жылулық сыйлап, жеңге ретінде қайныларының еркелігіне мейірімін аямай, баршаның көңілін көтерген үшін марапатталады. Күнсұлу! Шапалақ қошеметтеріңіз. Күндей жарқырап тұрады екенсі, сіңізге дейін жалтырап тұрады едім. Шапалақ болса қошеметтеріңіз. Келесі бізде номинация. Спорттың да көңілдің де шебері дейді. Спортпен шұғылданып, бәрімізге мотивация беріп, жастық шақ режимінен шықпағаны үшін марапатталады. Ол кім? Сіз ба? Осында келініме берсесің олай болады. Келініңізге не деп бересің? Қасына ақшасымен қосып берсеңіз болады. Тамаша. Келесі бізде ойбай не дейтін ау? Әсемдік символы дейді. Әдемі сұлу көркімен де, даусымен де ортаға жылулық сыйлаған үшін марапатталады. Әсемдік символы ол кім? Еркектеріне вальдене деп атсыңдар. Әйелдердің бар емес па әсемдік символы деп айтқандарын не? Тұсқа? Альбина ма? Альбина! Әсемдік символы Альбина ханым! Не дейтін ау? Арнайы алғыс хат уақытпен жеке сөйлесіп, келісім шартпен бір жылға бонус алған 1969-да да көріп үлгерген 1970-тің жастарына да қосылған екі жақты тәжірибелі ерекше тұлға дейді ойбай. Кім болды? Кім? Біржан! Ой, Біржан, ондай бір тәжірибелі ерекше тұлға болмай шықты. Кім? Уақытпен жеке сөйлесіп, келісім
ұшақпен бір жылға бонус алған 1969-ды да көріп үлгерген дейді. Ескі адам болып тұр ғой. 1970-тің жастарынан қосылған екі жақты тәжірибелі ерекше тұлға. Бұға ғалымжан өзбек қояқ кейін қайра. Тамаша, Қалеке, қошемет беріңіз. Әдемі Қалеке. Өзі самооценкасы жоғары екен, мен деп сразу айтты. Келесі. Уйбай. Не дейтін ау? Шынымен бай? Шындықтың снайпері дейді. Номинациясы бойынша біздің арамызда керемет бір жан бар. Ойында не бар, жүрегімен өткізбей, ойындағысын бүкпесіз батыл жеткізетін ерекше қасиет үшін марапатталады. Мәке! Шындықтың емес, любой нәрсені сынай берсеңіз. Қосақ қошеметтеп қойыңыздар. Бір мектептің директоры ма? Директорсыз ба? Ой, сәлемдеп қаласыз. Аман жүрсіздер ма? Жаным аман. Директор ма? Жаным, жұмысты болсын. Әдемі. Тамаша. Келесі жігіт. Ол жігіт бар жерде сотқа да жұмыс істейді дейді. Камерада жұмыс істейді. Видео керек пе? Бар. Фото керек пе? Бар. Би керек пе? Бар. Өзі ұйымдастыра береді дейді. Контент продюсері номинациясымен марапатталады. Ол кім? Қытайша бір ауыз білмейді. Шапалақ болса қошеметтеріңіз Әміржан ағамызға. Кәнеки поддержка. Келесі бізде ойбай. Осындай бар ма бұның? Сау кесудің бас апасы дейді. Сау бізге бір тілі қой адамның бе? О арғай естіп алды. Шер қамайды. Номинациясы бойынша немерелердің тұсауы-кесіп ақпатасын беріп топ берекесін дарытып жүргені үшін марапатталады. Ол кім? Мейрамгүл ханым, қошеметтеріңіз. Сау кесе бересіз осында, тоқтамай, міне, әдем адам қоя, осындай әдем болсын деп кесте, болса қошеметтеп қоя, жаным аман болыңыз. Сіз кескен балдар, әдем балдар болып өсе берсін. Мен кескен балдар не істеп атқан білмеймін. Жүдейте бер. Заказдан заказ. Ойбай. Сөзбен Смайликтің шебері дейді. Смайлик жиі номинациясы бойынша ақылды тамаша ойларын әдемі жеткізіп, смайликтер арқылы жақсы көңіл күй сыйлап, сыныптастарға үнемі қолдау білдіріп отырғаны үшін марапатталады дейді. Смайликпен не деген қолдау ақша сап жүрмеген кейін? Кім? Роза. Роза да вообще смайликтер қамаған дейді ғой. Смайлик жиі білетін бар өзі. Сіз ба? Келмей қалды ма? Гүлнар келді негізі бұл. Ол негіз келді. Жоқ, Гүлнар да Смайлик қамаған отада. Кім? Бақытгүл. Бақытгүл дұрыс. Шапалақ болса қошеметтеріңіз қойыңыздар. Шапалақ болса қошеметтеп қойыңыздар.
жаңа би берген кезде бермейді ма жиырмаға дейміз ойнатам. Келесі ұйымдастыру моторы номинациясы бойынша бәрін реттеп ұйымдастыру арасында әзілі мен бәрімізді күлдіріп отырады. Қысқасы бір жолмен жұмыс істеп, екінші жолмен әзіл таратады дейді. Екі қолмен жұмыс істейтін адам отыр болды. Кім болды екен? Ұйымдастыру моторы номинациясы бойынша бәрін реттеп ұйымдастыру арасында әзілі мен бәрімізді күлдіріп отырады. Қысқасы бір жолмен жұмыс істесе, екінші жолмен әзіл таратады дейді. Кім бұл? Кім? Марат? Марат, бізді қанша сөйлес отыр? Біржан. Біржан! Шабалақ қошымен! Ұйымдастыру моторы! Жүрмеген жүрегім қалмайды. Кетесің, айтқысың, кететін тәттісің. Сүйген батырға сен маған бақытсың. Директорге ұқсамайды, тамаша. Біз баяғы директор көрсе қорқып өлетінбіз. Қосақ қошемет қойыңыздар. Тамаша. Келесі біздің қойып қоймаңыз. Келесі номинациямыз мақалаудың чемпионы номинациясы бойынша ештеңені ұзақ ойламай-ақ бірден қолдаймын деп бәрімізге мотивация беріп жүрген үшін марапатталады. Ол кім? Сіз бәрін біледі екенсіз ғой я? Осы сіз жазбағансыз ба екен? Гүлнар ханым қошеметтеріңіз. Сіз ана кісімен екеуіңіз іштеріңіз пұспайтын сияқты ғой. Гүлнар ханымға табыстап қояды. Бір бір әйелді билетіп, бір еркекті билетіп әйтеді. Шабалақ қолдау қошеметтеріңіз. Келесі номинациямыз жанашыр жүрек номинациясы бойынша құрдастарына әрдайым жанашыр болып, сөз жөнін айтып, ақыл парасатымен ортаға жылулық сыйлаған үшін марапатталады. Ол кім? Жанашыр жүрек дейді. Ай, Зоя, жанашыр емес, аушырей. Жанашыр жүрек. Кім? Жұмағыз! Дұрыс шабалақ қошеметтеріңізге! Жанашыр жан дегенге бүйтіп жанашыр қарап атқанша әдемі тамаша. Жұмағыз ханымға қолдау қошеметтеріңіз. Бізде келесі номинациямыз сыныптағы ең момақан Уйбай. Момақан ше. Ешкіммен шатағы жоқ дейді. Ешкіммен өзімен жүре беретін адам ғой, значит. Қой десем қоңыр қой мінезінен бәріміздің сыйластығымызға бөленгені үшін сабырдың сардары номинациясымен марапатталады дейді. Оқыдай, ja, бұл келіншегі жағай оны. О, қой аузынан шөп алмайтын адам емес екен. Сапар. Өле мына сұрады. Дұрыс, талғат! Қошемет! Момақан десе момақан? Не деген момақан? Жаным, мен сізді бір көргеннен момақан екеніңізді білген ма? Қолсыз қошеметтеп қояйық. Келесі бізде 40 жылдық кештің бас дизайнері. Сіз кешке барлық сыйлықтарды, безендірулерді ерекше талғаммен ұйымдастырып, әр затқа жан бітіріп, VIP оформление жасағаныңызға алғысымыз шексіз. Зоя! Емес! Жоқ, Зоя емес. Ана қандай Зоя қайдан ұстап? Оны емес. Кім? Забира!
генераторы 40 жылдық кездесу кешін ұйымдастыруда аса жауапкершілік танытып, барлық істі үйлестіріп, тамаша нәтижеге жеткізгені үшін марапатталады. Ол кім? Марат! Қайда? Марат Шапала! Мынау істемей қапты. Тыныш отыр деді. Тыныш отыр деді ма? Молодец. Марат ағамыз бүгін тойда единственный костюм ауыстырып жүрген кісі. Жаңа ақ киіммен бастады. Одан кейін шамалы ішкенеге бірдеңе болған ау киім ауыстырды. Әдемі шапалақ қол соғып қошемет етіңізбен Мәкеңе. Қол соғып қошемет ете қояйық. Кім дейді? Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Ішіп па? Шапалақ қол соғып қошемет ете қойыңыздар. Енді біздің арнайы сыйлығымыз бар. Бұл ерекше сыйлық ізгі ниетпен бұның оқудың өз мағанандай болып тұр, ше, мертебе болып тұр. Бұл арнайы Тоқаевтың өзі үшін. Мына рамканы көрмесіңдер ма? Мына рамканы ше Димашқа берген. Енді мен оқиын деп тұрмын. Өлі. Ой, 40 жасы оқыса. Мен де жазған оқып берейін ба? Арнайы алғысқа. Үсті оқиын емес болардың, Арнайы алғысқа. Сізге шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Осы 40 жылдық кездесуімізді жоғарғы деңгейде ұйымдастырып, барлығымызға ерекше әсер сыйлағаныңыз үшін біздің зор ризашылығымызды қабыл алыңыз. Сіздің үлкен еңбегіңіздің арқасында бұл кездесу тек естеліктерді жаңғыртып қана қоймай, әрқайсымыздың жүрегімізде жылы сезім қалдырды. Ұйымдастырушылық қабілетіңіз бен жауапкершілік төзімділігіңіз үшін шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Осындай игі бастамаларыңыз көп болсын. Сізге зор денсаулық, отбасыңызға амандық, еңбегіңізге табыс береке тілейміз. Арнайы ізгі ниетпен сыныптастар, құрметті Мөлдір біз енді біраздан бері осыған дайындалып, еңбегімізді төгіп жүрсек те 9 айдан асты. Бірақ соның ішінде жан күйдіріп, ащысына да, суығына да тоңып жүрген Мөлдір қызымызды ескеріп, елеп бір сол кісіге сый-сияпат жасағымыз келіп отыр. Мөлдір ханым. Jangan mereka
тамаша дәл осындай керемет көңіл күйді жоғалтпай мен ортаға барша осы сыныптастарды шақырсам деп жатқан жайым бар. Сол кісілердің бір тәтті тілектерін тыңдап шығайықшы. Сапар, Марат, Әміржан, Саттар, Қанат, Оспан, Бақыт бастаған барша біздің класстастар қауымы және қыздардан Мәкен, Күн, Сұлу, Мейрамкүл, Бақытгүл, Альбина, Кенжегүл, Гүлсара, Жұмағыз, Забира, Гүлнар сынды барша біздің класстастар қауымы ортаға шықсаңыздар, тәтті тілектеріне шақырамыз. Келіңіздер, барша класстастар. Бүгін мәне сіздердің керемет жылдық кездесулеріңіз әдемі кеш, әдемі әңгімелеріңізді тыңдауға дайынбыз. Енді жаңа той басынан бері ештеңе демей жатырмыз, кішкене уақытқа да санасып арасында қысқа әдемі тәтті тілектерімізді жолдасақ. Жолы бойынша үлкендерімізден еле болмаса кім бірінші адаман болды деген сияқты ма, қайсысы? Старшысы. Келіңіздер. Саттар ағамыз, бәрекелді, қол соғып қошеметтеп қояйық. Саттар аға. Ассалаумағалейкум. Құрдастар, апайым кетіп қалайын деп отырмын. Ашай, апайдың алдына ашай. Мен сізді жамандайын деген жоқ болды, болғаныңыздай дейін деп едім. Бұл кісі керемет кісі бар. Бір ғана мектепте мынандай оқиға болған. Бірдеңе дайындалады ғой. Соның алдында тұрады мен ең бірінші. Мен бәрінен ауырдым ғой. Ойыңыз мол кетіресіз ба? Соған мен ауырғасын мен бармасақ болмайды депті. Апай үйіне апарып, шайды беріп, дәрісін беріп, әметке шейін баптады ғой. Жасы ертең. Сонымен әмет десе басым көзім ашылып еді. Қайтып мектепке жүгіріп кетеді. Одан қайтып келеді. Сөйтсе де шайды беріп қайтып кетті. Бір кезде ұйықтадым ғой, терден кетті. Егер ертеңіне атып тұрдым ғой. Сөйтіп, апайға да рахмет, сыныпқа да рахмет. Сол бір керемет не болған. Жаңа айтып қоймай, мен бастап айта салайын еді. Енді өзімізден ғой кені, әйтпесе бекерден ала алмайыз. Жеңгеміз ғой біздің еді. Спортқа сәт жақында болғасын, жарысқа дайындаламыз деп ағайымыз неге спорт залға шақырды. Ойымызда ештеңе жоқ, апай мына отыр, және сабақтан шықтық жүгіріп кетіп қалды ғой. Су тер болып, рахаттанып, допты ойнап келсек, сөз жоқ қой, шақ еткізді ғой. Бір рет қалдық. Енді не істейміз? Өзіміз кінәліміз ғой енді. Сонымен не керек? Сабақтан апай бірінші кетіп қалған. Кейіннен сабақтың біткесінен үй жаққа келе сам ағам шықты. Есін алдында. Мен Саттар не болды дейді? Мен сені жаңағы балына есін дейді. Осылай болды дедім. Жеңгем енді берді ғой дедім. Сөйтсем айтады ғой ағам. Сыбағасын өзім берем, еш уәйімді бөтіп қойды. Сөйтіп ағам бір қолдаған, малқа еп кеткесі ойға бар. Апай, деніңіз сау болсын, ауырмаңыз, өстіп бізді қуантып жүре беріңіз. Сізді көріп біз жасарып кеттік жаңа. Өзіміз сәл жұмыста сәл үлкен болып қалып қойды сәл. Соған жан-жағымызға қарап, бұл шағынға жүріп, бүгін апайды көріп жасарып кеттік. Секіріп, билеп атып қалып, шаршап атқан жоқпыз, білмеймін енді. Еркелейміз. Әлде осы еркелеріміз келіп тұр ғой сол. Сөйтсем апайымыз
жайдан жақын кетіп бара жатыр. Құрдастар, мына жиындарыңыз 40 жылдық кездесуіміз құтты болсын. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға амандық тілеймін. Дендеріңіз сау болсын. Мына Құда қаласа 20 жыл 45 жыл деп жатыр ғой. Бәріміздің басымыз бірігіп, ұйымдасып, осылай атсалыса берейік. Мына атсалысқан жігіттерге, қыздарға көп рахмет. Алланың нұры жаусын. Отбасыларында бақыт болсын. Немере шөбере сүйіңдер. Еш жаманшылық көрмеңдер. Мына құрдас қыздарымызды көріп, тағы бір жасатқан. Рахмет қыздар. Барлықтарыңыз келдіңіздер. Сіздерді көріп, жасарып, баяғы бір-екі жанындағы сөздер еске түсіп кетіп жатыр ғой. Бұл жақты енді айтпай-ақ қояйын. Аман болыңыздар. Тамаша үлкен рахмет. Одан кейін сіз келіңіз. Құрметті бүгінгі 40 жылдыққа жиналған менің құрбыларым, достарым, Кенжегүл апай, сізге мың алғыс. Сіз біздің ауылға келін болып түскенде біздің класты алдыңыз, иә? Міне, қандай тамаша екі кластың, мына мен қазір таң қалып жеке тұлға етіп қалыптасқаны, тәрбие, тәртіп, бәрі сізден келген, бізге еткен еңбегіңіздің жемісі деп білемін. Қазір менің класстастарым Қазақстанның түкпір-түкпірінде барлық жерде мекемеде бөлім басшысы және тағы да бірнеше қызметтерді тізгін ұстап отыр. Мен оған қуанамын және оларда ол кезде қазірде смартфон жоқ, ол кезде тек қана сабақ, комсомол, честный пионеризм жоқ екен. Мына ең жақсы сыныптастарыма өте қуанамын. Біздің сыныптың оқушылары және біздің сыныптың қыздарына мен мың алғыс. Тек қана жақсылық көріңіздер, отбасыларыңызға қуаныш. Мына өсіріп отқан бұл қыздарыңыздың немере шөберелеріңіздің тек қана қуанышын сыйлаймын сіздерге. Күнде той болсын, күнде жиын болсын, және мына денсаулық дейді ғой, дендеріңіз сау болсын, ешқандай жамандық көрмеңіздер, мына өмірге әдемі, қайырымды, салиқалы ұрпақтар өмірге келе берсін. Ал аса құрметті қонақтар, Кенжегүл апай, төрде отырған қонақтарымыз бар, мына қыздарымыздың жолдасы, күйеу балдар. Бүгін міне керемет кеш болып жатыр. Біз осыны қашаннан өзіміз ұйымдастырып, ойдағыдай шықса деген едік. Біздің ойымыздан да деңгейімізден де жақсы шыққан сияқты. Себебі бәрі шын көңілден болып жатыр, шынайы болып жатыр. Мен біріншіден осы тілейтінім сыныптастарыма, біріншіден тілейтінім отбасыларына амандық тілегім келеді, дендеріне саулық тілегім келеді. Айда аман жүрсе екен, жылда түгел жүрсе екен, орындары еш уақытта жоғалмаса екен деп тілегім келеді. Содан кейін біз шақта отырғанда мен айта кетейін, біздің қыздардың да балдардың да сондай тәрбиелілігі, әдептілігі, бір сөзден біреуі артық жаман сөз айтпайды. Мен шатқа шығам, енді 100%-ың бір 50% шығам, оқып отырам. Бірақ соларға бір шынайы қуанып отырам. Сондай бірі жақсы сөзді айтса, бірі іліп кетіп жатады, ары қарай ұйымдастырып жатады. Оның өзі бір ғанибет, оның өзі бір жақсылық деп ойлаймын, тамада жолдас. Ендігі айтарым, Құда қаласа 50 жылдықта төрт көзіміз түгел болсын. Кенжегүл апай, сіз осындай әп-әдемі, жап-жас болып келе беріңіз. Бізде сіз жап-жас болып жүрсеңіз, біз вообще жап-жас болып кетеміз ғой. Деніміз сау болсын деймін, тағы айтарым, өзіміз өмірге әкелген балаларымыздың тек қызықшылығын көрейік, аманшылығын көрейік, соны өсірейік, өндірейік. Достарым аман болсын, класстастарым аман болсын, бай болсын, қуатты болсын. Осы кезді пайдалана отырып, Ғалымжан класстасыма зор денсаулық тілегім келеді. Ол шатқа шықса білмеймін, қандай керемет, бәрі жаңа ұмытып кетесің ойыңды, ананың дауысын естігенде. Жаным, отбасыңа бақыт тілегім келеді, деніңе саулық тілегім келеді. Аман есен жүре бер, бала-шағаларыңның рахатын көр. Осы сәтті пайдалана отырып, мен сізге бір керемет сыйлығым бар, соны табыс етуге рұқсат етіңіз. Не дейді? Тағы да, жол бойынша. Ғалекеге табыстайын деп отыр ғой, Ғалымжан ағамызға. Тағы да тілек жалғайтын кісілер бар ма? Ер азаматтардан қайсымыз жол бойынша келіңіздер.
Ассалаумағалейкум, құрбақ құрдас жолдастар. Осы жерге келген біздің құда балдар, енді күйеу балдар деуге болады, иә? Олар құда болып кетті. Бәріңізге келгендеріңізге рахмет. Жолдастар, бүгінгі күн керемет болды. Қаяқта жүрсек те, не көрсек те, сырттарыңыздан жақсы әңгіме есту керек. Ол пәленшенің кластас қыздар немесе балдары пәлен жерге барыпты, пәлен нәрсе жетістікке жетіпті. Пәленше немересі ғой біздің кластас деп жақсы тілек есту керек. Бәріңізге жақсы, бәріңізге рахмет. Тамаша. Қара кейін. Келіңіздер. Ассалаумағалейкум, құрметті менің құрдастарым, кенжегілі байырылыс. Нұрбайдың ма? Мынау, күйеу балдар, қалайсыздар, жақсы отырсыздар ма? О, Нұреге, Ереге, қалайсыздар, жақсы отырсыздар ма? Айзеге? Жақсылап ішіп жеп отырыңыздар. Барлықтарға денсаулық тілеймін. Мынау ұйымдастырып жатқан жігіттерге рахмет, қыздарға. Құда қаласа, 50 жылда үсіп басымызды төрт-төрт қосыла берді. Әр уақытта жақсылық болсын. Отбасыларға ынтымақ береке тілеймін. Жұмысқа да жолдар болсын әр уақытта. Байқуатты болыңдар. Рахмет. Тағы тілек жалайтын келіңіздер. Құрметті де қадірлі сыныптастарым, мінекей қанша айдан бері бәріміз бір ауыздан 40 жылдығымызды жасайық деп чатқа шықтық. Мінекей бір ауыздан сендерге мың алғыс, бізге осы күн бұйырған екен бүгінгі күн. Мынау сыныптастарымызға мен уже барлық нәрсені ойымнан шашып. Дендеріңіз сау болсын, отбасыларына аманшылық, бірлік, береке, ынтымақ тілеймін. Еш уақытта орындарың жоғалмасын. Мына біздің балаларымыздың келіншектеріне мың алғыс сендерге. Қыздар сендерге мың алғыс, біздің балаларымызды әдемелеп, үлгілетіп, алақандарына салып жүрген сендерге мың алғыс. Алына кенжегүл апай, сізге де мың алғыс. 6 класстан бастап бізге сынып жетекшісі болдыңыз. Сізден ешқандай мен әңгіме естіген жоқпын. Тамаша, жақсы, тәрбиелі деген нәрселерді естіп жүрдім өз басым, керемет. Бірінші апай келгенде бізге армандастар деген бейді үйреткен. Армандастар қайда, абзалдастар қайда деп апай әңгімесі ма? Бұл класына. Деніміз сау болсын, өмір бақи апай езуіңізден күлкі кетпесін еш уақытта. Күліп ойнап жүре берейік. Әрқашанда басымыз жақсылыққа жолға берейік. Әңге хат дайындаған сияқтысыз бірінші. Біздің туған күн иесі Қалекең құрметіне қыздардың атынан арнайы сағат ойбай, мынаны қымбат сағат қой, соғып деген же соғып. Соғып қой. Білем ғой, шапалақ болса қошемет яппа. Тамаша. Қыздар қосыламыз ба? Құрметті сыныптастар, достарым мен достарым, жылдық кездесуіміз құтты болсын бәрімізге. Неше айдан біз дайындалдық, бәріміз қалай болады екен деп өте бүгін жақсы деңгейде өтіп жатыр, қуаныштымын. Ат салып жатқан балдарға ең бірінші гүлдерге Зоя ұйымдастырып жатқан үлкен алғысымызды білдіреміз. Мына жақта Біржан, Марат, Әміржан, Саттар, Ғалымжан, Хамад, Бағдат, Саттар, Оспан, Сабақ, Алдан, барлықтарыңызға үлкен рахмет. Аман болыңыздар, күндеріңіз сау болсын. Мынау келіп отырған құрметті қонақтарымыз күйеу балаларға үлкен алғысымыз шексіз. Біздің қыздарымызды әдемілеп, аялап, алақандарында ұстап отыр. Рахмет сіздерге, отбасыларыңызға амандық болсын, дендеріңізге саулық тілеймін. Кенжегүл апай, Кенжегүл апай, сіздің бізге білім беріп, тәрбие бергеніңізге үлкен рахмет. Деніңіз сау болсын, ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын. Әдемі қалпыңызда жүре беріңіз. Қартайып жатырмын десең, қартайған десең, баяғы Кенжегүл апайсыз. Әдемі қалпыңызда жүре беріңіз. Апай, аман болыңыз. Деніңіз сау болсын. Көргеніңіз тек жақсы
Жақсы құрметті кездесеге құдай қаласа егер жылдықта қауыша берейік бәріміз бір көзден келмей Тамаша болса қошемет ете қойыңыздар. Тағы да тілек айтамыз ба? Осылаңыз? Жоқ, сөйлейді. Ал құрметті менің класстастарым, сыныптастарым, мінекей бүгін міне 40 жылдықтың аяқ жағына таяп қалды. Кешеден бері Аллаға шүкір, неше жылға жасарғанымыз білмеймін, жасарып отырмыз. Аллаға сан шүкір болсын. Бәріне тек қана алғыс айтамын. Бізде мынандай бір қызық жағдай болды пайда жәнде. Машинамен ары-бері жүрміз да енді. Кешеден бері ұрышын шаршап отырмыз. Ана Шымкенттің ары пробкасы несі арыс болғанда деп сөйтіп жаңа машинаның ішінде. Рейд бар кезде келесіз бе? Сөйтсек бүйтеді ғой саттарда. Жақсы еді сендер онда 50 жылдықты арыста өткізіңдер деп қойып сосын кетіп қалады ғой. Енді сендер 50 жылдықта да макияж жасайсыңдар ма дейді. Біздің жастарымыз келеді. Апай сен жаңа 60-тан асып қалдым деп жатсыз ғой. Біз де 60-ты алтындап қалдық сіздің артыңыздан. Ең басты амандық болсын деп айтқым келеді. Сосын мінекей қатарымыз жаңа өкініш сол қатарымыз сиреп қалдық. Біз енді өте үйімшіл классы жаңа апайдың айтқанын естіңдер ғой. Аллаға шүкір 10 жылдығымызда болды, 20 жылдығымызда болды, 30 жылдығымызда біздің балалардың, жігіттердің үйімшілдігінің арқасы әуелі Алла. Осы жол енді ұйымдастыру кішкене қыздырған істеді. Сол айтайын дегенім арамыздан кеткен құрдастарымыздың жаны жәннатта болсын дегім келеді. Ең басты тілегім қатарымыз сиремес екен. Бәрінің аман есен 7 жылдықта көргім келеді. Апай әрине сізді де. Аман жүріңіз жаным, сізді жақсы көреміз. Бүгінгі 40 жылдық тілектері Құда қаласа дендеріңіз сау болсын, бала шағаларыңыздың қызықшылығын көріңіздер, бір-бірлерінің атасы мен әжелері. Сіздерге бақыт тілеймін, толағай табыс тілеймін. Неден Құда қаласа 100 жасаңыздар, 60 жылдық, 70 жылдық, 80 жылдықтарға, 50 жылдықтарға жаңа аман есен жете берейік. Кенжегүл апай қартайып демеңіз, сізге қарап біз жасарамыз. Құда қаласа 3 жылдықта Құда қуат берсін, арамыздан табылыңыз, тілеулеспіз сізге. Сіздің арқаларыңызда келе жатырмыз, біз де сіз сияқты жаңағы айтқан құрметке ие болуымыз керек. Мен де мұғаліммін, 35 жыл болды. Сол елде қызмет жасап жатқанымызға Алланың аруақтан нұр жаусын, абыройларыңыз асқақтай берсін, биіктен көрінейік. Құда қаласа немерелеріңіз көп болсын, шөпшектен алақаны майдалау бұйырсын. Барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Тамаша. Қосыламыз ба? Ренж қылмайсыздар ма? Біз билейге Күнсұлу ханым керемет би алаңына шақырамын деп отыр. Содан кейін арнайы біздің сыйлығымыз бар, сол табыстап қоюға рұқсат етіңіздер. Қандай Зоя ханым алтын бастығы ау деймін. Біздің жаңа шамалы сыйлығымыз бар. Осы жерде енді айтамыз ғой, енді сіздер бөліп жарды демеңіздер. Енді барлық осы ұйымшылдықпенен бізге атсалысып, бізге үлес қосып жүрген біздің класстас сыныптасымыз Исабеков Біржанға.
береке күшті әншілер тойға шақырамыз сіздерді. Жандарым аман болсын. Қосып қошеметтеп қойыңыздар. Тамаша. Деген әдемі әсер, деген керемет көңіл күй. Қымбатты ханымдар және мырзалар, кішкене жайғасып отырсаңыздар, тағы да бір тәтті тілегіміздің түйін десек деп жатқан жайымыз бар. Осында біздің ер азаматтарымызды көркейтіп, көлемдетіп, әдемі осындай кешімізге әдемі жігіттер қылып келіп жатқан жандар бар. Сол кісілермен ортаға шақырғым келіп жатыр. Осында біздің ер азаматтарымыздың үйлерінің түтін түзеу ұшырып жатқан қыз келіншектер қауымын шақырайын. Гүлзира ханым бастаған, тағы да бір Гүлзира ханым бар екен. Назипа, Жана, Гүлзара, Лейла, Жана, Айгүл, Сәуле, Ана сынды барша достары біздің ер азаматтарымыздың алтын жандарын ортаға шақырайын. Ұйымдасы, олай істесе қалай болады, бұлай істесе қалай болады деп жан-жақты барлықтарыңыз ойларыңызды қосып, түйіндеп, мінекей осындай Шымкентте керемет алтын сарайда отырыс болып жатыр, соның куәсі болып жатыр. Не деймін, сіздерге зор денсаулық тілеймін. Өмірде бақытты болыңыздар, қосақтарыңызбен қоса барыңыздар, денеңіз сау болсын, өмір жастарыңыз ұзақ болсын, ауырмаңыздар, жұмыстарыңыз алға баса берсін, ер азаматтар аман болсын, сол ер азаматтарға еркелеп қыздар жүре берейік. Аман болыңыздар, бар болыңыздар, тек қана сіздерге бақыт тілеймін. Сіздерді жақсы көремін, әр уақытта орындарыңыз төрде болсын. Кеш жарық, кең Ақсарайға жиналған 69 жылғы 40 жылдық кездесуге келіп жатқан жас түлектер. Айналып кетейін, менің күйеуімнің сыныптастары. Осындай алттай азаматтардың ішінде мен күйеуім кішкентай болып қоясыздар ғой. Зато мен оңалған 1040 жігіттің ішінен таңдап тиіп алған ғой мен. Ол рас. Қыздардың жаңағы арманы болмасын, менің ғана арманым болсын деп 1040 жігіттің ішінен таңдап алғам. Өйткені тәкең өте сыпайы, бір ауыз осы уақытқа дейін 27 жыл болды екеуміздің отандасқанымызға. Маған сен деп бір ауыз жаман сөзін айтып, бір жаман қылық көрсеткен ер азамат емес. Ер азамат, нағыз ер азамат. Менің өйстіп жарқырап, жайнап, гүлдей құлпырып жүргенім тәкең арқасы. Оның бір бөлігі сыныптастардың арқасы. Қандай керемет қыздары бар. Ер азаматының қараңызшы, қандай Сәкен сияқты, Ағдар, Қанат, Әміржан, Біржан, Самғар, Марат, қандай күшті ер азаматтар. Мына тәкең қасында жүрем ғой, ел болғасын. Телефон шықлаймыз, ол да шықлайды, төсекте жатқанда дегендей, ұйықтар алдында. Сол кезде, жоқ, ол басқа жағын айтасай. Сол кезде дауыстарын естіп қалам ғой, таңғалып, қысығып, бір андай қуаныш болып кетеді да менде. Өйткені мен тәкеңін білем ғой, момын, момақан бәріне көне береді. Оны көндіріп алатын адамдар көп қой енді ішінде дейді да. Әрқайсының осы жерге алғыс алысып, салып жатқан нелері бар. Ғалымжан да анықтанып қосылып, кейін қандай көтеріп тастап отыр. Үлкен рахмет. Тәкеңнің 40 жасын тойлағанбыз Арысқа келіп. Қыздарды есімде жоқ, біреу саран келді ғой деймін, қыздар. Келіншектер келді, сол кезде балдар бәрі қоштап келіншектермен келді ғой. Сонда тәкең 40 жасқа шығып, зейнетке шығып кеткен ғой. Сөйтіп сөз сөйлеп жатыр барлығы шығып. Сөйтсе, тәке дейді, біз әлі 40 жасқа келіп зейнетке шыққан жоқпыз, сен әдем келіншек алып, 40 жаста қалай пенсияға шығып кеттің дейді ғой. Сол сияқты еңбегі сіңген, өзінің ортасында сыйы бар, үлкен азаматым менің. Бір ол екі қыздың әкесі, мені отбасы қылып Алматының төрінде үйлі жайлы қылып жатқан менің тәкембайым. Осындай сыныптастары барына шүкір Аллаға, ұйымдастырғандарыңыз өте зашкалин бай, 100 балл сіздерге кешеден бері, құрамынан бері сіздердің жастарыңыздан бір елі кеткен жоқпын. Бәрін көріп жатырмын, шамам келгенше енді қолғабысты жасап жатырмын. Оның жаңағы несі бар, өйткені мен сіздердің орталарыңызда жүргеніме өте қуаныштымын. Қыздар сіздерге мың алғыс, сый-сияпат жасап жатырсыздар, шапан кигізіп,
Құдай қаласа ұл қыздарымыздың рахатын көріңіздер, ұлдар қыздар көбейіп немере шөбере сүйе беріңіздер, қолдарынан май жалай беріңіздер. Біздің аяғымызды жерге тигізбей Әміржан Такиннің досына мың алғыс, Назип ағам үйінде жаңағы бізді қонақ етіп жатыр. Алматыдан келді деп барлықтарыңызға мың алғыс, рахмет. Бұндай 40 жылдық кездесу шынында кімнің маңдайына жаза береді. Мен де Айгүл сияқты толқып отырмын, мен де өкшелеспін. Сіздермен қатарласып, Құдай қаласа ендігі жыл болмаса да арғы жыл келіп қалады. Бірақ енді бұндай 40 жылдық болады деп ойламаймын енді. Сіздердікі енді 100 балл, шынымен керемет отырыс болды. Арқын-жарқын жүрегіміз, ақ жүрегімізбен, бар шын ниетімізбен, Зоя айтты ғой, шын ниетпен болып жатқан кеш бұл көрініп тұр. Қандай азаматша екендеріңізге, барлықтарыңызге мың алғыс. Рахмет сіздерге. Can, Tekin şoka болған сияқты ғой, кімнің қатын үйден үйсайшы десе. Қолсан қошемендер қояр. Міне Tekin қандай абыройлы азамат екенін көріп жатырмыз, біліп жатырмыз. Қолсан қошемендер қояр. Одан кейін келіңіздер. Қайырлы кеш, құрметті қыздар, жігіттер, бүгін керемет кештің куәсі болып отырмыз. Өте керемет болып жатыр. Өзімнің жаңа сыныптастарыммен кездескен деп отырмын. Мынау ұйымдастырып отырған қыз жігіттерге үлкен алғысымды айтамын. Әсіресе мөлдір керемет. Бір жылдан бері ат салысып, бәрінің жағдайына қарап, ұйымдастыру да оңай нәрсе емес. Мұның енді бүгін нәтижесін көріп отырмыз. Жақсы өтіп жатыр. Барлығы да көңілді. Не деймін, барлықтарыңыздың дендеріңіз сау болсын. Жаңа бір керемет сөзді айтты ғой, ағайын туыс көбейеді, балаға бала қосылып өсиет, өнет көбейеді деп жатыр ғой. Бір ең қиыны, бір әттең-айы сыныптастарымыз көбеймейді екен. Осы отырған орындарымыз жоғалмасын. Құдай қаласа 50 жылдық, 45 жылдық бар осы тойлардың барлығында төрт көзіміз түгел, барлығымыз атсалысып, деніміз сау, осындай кештің куәгері болайық барлығымызда. Барлықтарыңыз той көріңіздер, аман болыңыздар. Рахмет. 50 жылдықта болса, 10 жылдан кейін боспын десек ойлайды. Одан кейін келіңіздер. Ал қыздар, жігіттер, бүгінгі тойлар өте күшті өтіп жатыр. Рахмет сендерге. Билерің әдемі, әндерің әдемі, сөзді жігіттердің айтқан өлеңдерің әдемі. Рахмет сіздерге. Алла разы болсын. Отбасыларына ынтымақ бірлік береке берсін. Жастарың ұзақ болсын, өстіп әрдайым әдемі болып күліп ойнап жүре беріңіздер. Рахмет сіздерге. Құрметті ер азаматтар, қыздар, мына бүгінгі 40 жылдықтарыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Осы ер азаматтардың арқасы біздің осы 40 жылдыққа келіп өстіп марқайып отырғанымыз. Ер азаматтар аман болсын, Құдай қаласа дендеріңіз сау болсын, оталарың көбейе берсін, бала шағаларың аман болсын, солардың қызығын қызықтап барлығымыз бірлесіп жүре берейік. Ең жаман дастарханымыз осындай болсын. Рахмет қыздар сендерге. Пушкин мектебінің 14-ші қарлығаштары кездесулері құтты болсын. Мен сендермен бірге оқыған сияқтымын ғой, Кенжегүл апайлардың ешкілерінен қалдырмайтын, кім-кімге ғашық, кім-кімге вальс біліп жатыр, бәрін біліп отыратын. Бәрін айтқан. Қарым жазып тұратын. Мен кішкентаймын ғой, айтады Кенжегүл апай, жүр Гүлзира екеуміз бір бөлмеде отырамыз. Тәтті нәрселерді беріп қоямын, сен жеп отыра бер. Тәтті нәрсе жеп отырман ғой, Маратты көріп басып отырман ғой. Екеуміз қайтарамыз паспорттарды дейді да жаңағы. Сөйтсе Ақсаменді той Гүлзира бармай қойшымен яман ғой дейді да жаңағы. Баламыз ғой екеуміз де. Негізі тамада білмейді ғой, менің ағам осыдан 15 жыл бұрын кеткен, соның туған қарындасымын, жеңгем менің ең үлкен жеңгем, мен 5 жаста болғанда келген жеңгем. Сол сендер бәрін жақсы көрем, сендерді көргенде мен ек күлерімді, ек жыларымды білмеймін, себебі титтайымнан сендермен бірге өстім. Сендердің жарыстарына бір
бірінші орын алса, сол күні біз үйде той тұғын. Бәріміз күліп, ой, Кенжегүлдің классы бірінші орынға дайыналайын деп, әкемнен бастап қуанып, сол бата берген тұғын. Сен өз өндеп, соның арқасында жеңгем завучко директор отыр. Молодец, жақсы. Сендерге арқаларында бір айтатын дегені, бізге класстық жоғанда сендерді көп айтатын, біз қызғанатынбыз. Үнемі сендер 69-ға ұқсамайсыңдар, өмір ұтыласыңдар, өмір сонда қызғанатынбыз сендерді. Өте жақсы көреді сендерді бәріңді бірдей. Әсіресе Сәкеннің аман күлмен жүргенін, ол бір кино. Ой, не деген махаббат. Мен сені қарындасым деп жүрсем бәрін шайып. Мен кеше Мейрамкүлді танымай қалдым. Мейрамкүл әдемі, жіңішке ұзын қыз еді ғой жаным. Кейін барып негізінен автобус сыйлайтын еш уақытта біз таңғы 8-де ғалымдар көп жүріп, нешедір кейдерлер, Марат, Біржан, еш уақытта көкірек көтерген жоқ. Сәкен мысалы директордың баласымын деген жоқ. Сендерге. Не алып жүріп көп сөйлеп қойдың ба? Регламент Давай сіз жүріңіз. Тамада бір несі көзінің қысатын ше қабатқа ұқсап қапты. Кейде бит қояды екен. Қыздар, мөлдір, өте сен жақсы адамсың ғой, рахмет. Қарағанға барғанда Аяз екеуің мені құдадай күтіп, сол әлі есімде керемет көңіл күйде өте сондай сезімімді, қандай сезім болған мен айтамайым. Рахмет, мөлдір. Сол ауылымнан кіндік қаным аққан жерімен сіңлім еді деп, үлкен кафеге шақырып, Аяз екеуің бала шағаларыменен мені күтіп алып, сондай жақсы қылып, билеп, ойнап күліп қайтқаныма рахмет. Мөлдір, сен өте жақсы адамсың, мен үшін ұнайсың, басқаны білмедім, өзіме ұнайсың. Сен бір тұлғасың, өзіңде орны бар, жердегі... Ой деді-ау деймін. Ой деді-ау. Қосып бересіздер ма? Сөйлей берсін, қосып берсін. Жердегі адамзат әлемін құрайсың. Әлемнің жақсысы өзіңде біліңіз. Мына қысқа өмірде ойнаңыз, күліңіз. Бітпесте болып жүрген мына қу жалғанда жай ғана жолаушы жандардың біріміз. Өмірдің әр күні Алланың сыйы ғой. Ендеше Аллаға шүкір деп жүріңіз. Мөлдір, бұның бәрі сенің еңбегің, Гүлжанның және тағы Одан кейін қайсыңыздар, келіңіздер. Рахмет сіздерге, бұл сөзді жақсы өтіп. Сіздерге денсаулық, сыйластық тілеймін. Барлықтарыңызға осы Алла ризық-несібеден айырмасын. Ендеріңіз сау болсын. Тағы да кездесу бола берсін осындай. Рахмет. Жаным, кімнің айырын, жаман тез сөйлейді екен айырын. Осындай бар ма? Қазір. 69-дар, 40 жылдықтарымыз құтты болсын. Қыздар, қыдырып келгендеріміз құтты болсын. Әрдайым өстіп орындарымыз жоғалмай, кездесіп жүре берейік. Жүрем, жандарым осындайлар көп болсын. Кеш жағын, некенің жора жолдастары, класстастары, балдары, бұл өте қошалдық кездесулер өте тамаша өтіп жатыр. Енді бекең өткеніне де кеткеніне 5 жыл болды ғой. Мен де сол класстастардың есі сияқты болып кеттім қазір. Осылардан жақсы аласам класстастар қыздарымен, балдарымен. Рахмет, мөлдірге күн сұлу. Не деймін, барлықтарыңызға дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Тамаша. Бір қол соғып қошемет деп қойыңыздар. Әдемі есен қой, өзі кеткенмен көз көргенде кетпесін дейді ғой, сол себепті осылар бардасы жалғыз емес. Бір қол соғып қошемет деп қояйық. Келіңіз. Құрметті 69-дар, бүгінгі бас қосу тойлары құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, отбасыларың аман болсын. Тегіз аман есен болып, бұдан да 50 жылдық, 45 жылдық тойларда жақсылап кездесе берейік.
Тамаша. Siz mikrofon qo'sgan ekan tag'in bosaylik bo'ldi. Ғалым туған күніңмен жасай бер. Ғалым, 12-ден кейін қай жерде жасайды деп жатсың? ғалым шын туған күніңмен отбасыңмен аман бол, қосағымен қосаға бір жасықта қартаюды нәсіп етсін, ұл қыздарының жақсылығын көр. Жаңа қыздар бір сөз айтып жатыр ғой, 9 ай бұрын дайындалдық. 9 ай деген міне өтіп кетті, 9 айда толғатып 40 жылдық кездесуді керемет өткізулерімен қыздар, жігіттер. Мен түсініп тұрмын сендер, іштеріңе қандай толқыныс, ностальгия, бұның барлығын айтып жеткізу мүмкін емес, бірақ сіздердің жүздеріңізден, жылы лебіздеріңізден біліп тұр, қалай дайындалғандарыңыз. Осы сәтті күткендеріңіз құтты болсын, 40 жылдық туындыларыңыз. Әрине, тек құттықтадыңыз ба, ештеңе бермейсіз ба? Әрине, қосақ қошеметтен қояқ, естелікке бір суретке түсіп алыңыздар. Ай, біздің әйелдерге бір қосақ қошемет демейміз ба, әйел азаматтар. Міне әдемі тәртіптек болды. Осы бір кешіміздің керемет би алаңының бір соңғы жалғасы болсын. Демек сіздерді аяқталды. Осы менің асабалық жұмысым аяқталды. Мен жұмысым аяқталған емес, сіздердің жұмыстарыңыз енді басталады. Келесі жылы скетч аман сау болыңыздар. Алдыңызда өнер көрсеткен Қазыбек Досбек. Қалай өтті кеш десе, жақсы өтті деп айтпаңыздар. Көңіл бар онда. Кеткенге маэстро! Жапаби!
тапқан даласы, ақ жүрек Ақтау қаласы. Ақтауда менің досым бар, сыйласып тапқан жарасым. Маңғаз Маңғыстау даласы, Ақтаудың нардай баласы. Жүрегі досым деп тұрған, досыма осын арналсын. Досым бар менің Ақтауда, Ақтауда, Ақтауда. Татиды досымды мақтауға, мақтауға. Досым бар менің Ақтауда, Ақтауда, Ақтауда. Татиды досымды мақтауға, мақтауға. Ақтауға бір күн барармын, досымның көңілін табармын. Бірге өткен күндерді қуанып еске аламын. Каспийде терең жүрегі, достықтың қадірін біледі. Қашан келесің досым деп, сағынып мені жүреді. Досым бар менің Ақтауда, Ақтауда, Ақтауда. Татиды досымды мақтауға, мақтауға. Досым бар менің Ақтауда, Ақтауда, Ақтауда. Татиды досымды мақтауға, мақтауға. Досым бар менің Ақтауда, Ақтауда, Ақтауда. Татиды досымды мақтауға, мақтауға. Досым бар менің Ақтауда, Ақтауда, Ақтауда. Татиды досымды мақтауға, мақтауға. Чип-чип-чип, Магдалена қайда? Кейбір жігіт аспанға қарап жұлдыз санай ма? Менімен биле дейді, бұл дискотека дейді. Денеңді боста дейді, инстирен оста дейді. Ал 79-дар қайда? Үч білі дейді, үч білі дейді, үч білі дейді. Опмай, мыналарың қайтет. Опмай, мыналарың қайтет. Опмай. Классастар қайда? Әзірләнге биле, сөзіңе мән берме, ренжіме біздерге. Классастар биле, қуанышты күнде, әннің сөзіне тиме. Саған қалай таламын дейді, құрттың ғой тағы дейді. Үңгір дейді, олар мені мүлдем түсінбесін дейді. Жломманы симанама кламана клип, мұндай түсінікті сөздерге тілім келмейді. 6,5, 7,5, 8,5, 9,5, 10,5, 11,5, 12,5. Маза кетті ғой. Осындай әндер шығып кетсін ба ағайын? Шығып кетсін! Опмай, мыналар